Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Айдана. Бүгін біз сіздермен бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін видеомды толық қарап шығыңыздар. Бізге қамырымызға суымыз, ұн, ашытқы, тұз және қантымыз қажет болады. Ең алдымен біз ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Мен өсімдік майымды сумен бірге араластырып аламын. Тұз, ашытқымызды және қантымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Ұнымызды саламыз. Мен әрдайым ұнды екіге бөліп саламын. Араластырамын, яғни қасықпен немесе шанышқымен араластырып тұрамын. Бір келік масса болғанша кейін қолмен илеп бастаймын. Қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды жарты сағат уақытқа кемінде көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған сияқты. Мен екіге бөліп аламын, екіге бөліп жаямын. Өздеріңізге ыңғайлы кеземен немесе басқа да одан да кішірек ыдыспен дөңгелектеп алсаңыздар болады. Екінші қамырымызды да дәл осындай етіп дөңгелектеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 15 минут уақытқа қойып қоямыз. Және қызып тұрған майымызға алып қуыра береміз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар, және міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.